Артериалды қан қысымы, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфарктісі. Жалпы алғанда жүрек қан тамыр аурулары елімізде бірінші орында. Статистикаға сүйенсек, дүниежүзі бойынша жүрек қан тамырлар ауруы бойынша өлім жоғары пайызда. Егер дамыған елдерді алатын болсақ, Еуропа оларда 30%, ал Қазақстанда ең соңғы ақпараттар бойынша 50%-ға дейін жетіп жатыр. Аталмыш аурулардың туындауының себебі майлы, тұзды, кептірілген, қуырылған тағамдарды шамадан тыс жеу, тәттіге үйір болу, зиянды заттарға әуестену және физикалық қозғалыстың аздығы. Сондай-ақ күйзеліс пен жеке бастың проблемалары әсер етеді. Ауруға шалдыққан науқастардың дәрі-дәрмекті уақытылы ішпеуі, бастапқы белгілері бейжай қарауы, жауапсыздығы мәселені тіпті ушықтырып отыр. Жас адамдарға жылына 1 рет, 40 жастан асқан адамдарға жылына 2 рет кардиолог кеңесін алып кардиограмма жасау керек. Елімізде 40 жастан әрбір азаматқа тегін скринингтен өтуге болады. Тексерістің арқасында қант диабеті, семіздік, артериалды гипертонияның алғашқы сатыларын ертерек анықтауға болады. Сәйкесінше ем-дом қабылдауға мүмкіндік бар. Бастысы жақындарымызға жанашыр болып, нәзік жүрегімізді аямайық.